Сәлем достар, бүгін біз One Piece тарау туралы толық бет талдап айтып көреміз. Өткен бетте Бруктың 70 жыл бұрын басталған өмір жолы туралы айтылған болатын. Бүгінгі жаңа мангада қызықты жайттарға назар аударамыз. Мәселе Брук жайында. Сонымен бастаймыз. 1184 тарау. Өлгеннен кейін тек сүйекте ғана қалады. Имсама Брукты оның бүкіл өмірі бойы бақылап келген болуы мүмкін. Әдетте мұхабаға көп мән бермей, әзілдеп өте шығамыз. Бірақ бұл жолы мұқият назар аударыңыздар. Оқырманның өтініші бойынша салынған мұхабада теңізде шомылып жүрген Брукты электрлі медуза шағып, оны тоғырады. Бір қарағанда жай ғана күлкілі көрініс сияқты. Бірақ ең маңыздысы, осы тұсына назар аударыңыздар. Тіпті одан да қызығы бар. Бұл деталь бекер қосылмаған секілді. Ол Бруктың алдағы оқиғадағы рөліне жасалған ишара болуы мүмкін. Диктордың дауысы. Эсперия патшалығының ханшайымы Шури 14 жасқа толғанда, оның көз тартар сұлулығы жайлы хабар көрші 5 патшалыққа дейін тарады. Соның нәтижесінде 5 бірдей ханзада оның қолын сұрап, жүрегін жаулауға ұмтылды. Алдарыңызда тұрған Эсперия патшалығының ханшайымы Шури 14 жаста. Бірақ бұл оның даңқының шарықтау шегі емес еді. Келесі сәтте біз оның жүрегіне таласқан әлгі 5 ханзаданы еш қиналмай жеңіп шыққанын көреміз. Әлсіздеу екенсіңдер, деді ханшайым Шури. Кешірім өтінеміз. Бастарында тәждері бар 5 ханзада оның алдында дәрменсіз күйде қалды. Маған сендер сияқты әлсіздер қызық емес. Әсіресе музыканы түсінбейтін адамдар мүлде ұнамайды, деп мәлімдеді Шури. Келесі бетте оның сұлулығы мен айбары тағы да көзге түседі. Жақында бір ханшайымның бірнеше ханзаданы жеңіп шыққанын естідім, деді Брук жымия қарап. Дұрыс айтасың. Саған күшті әйелдер ұнайды ғой, солай емес пе, Брук? Мен бұрынғыдан да күштірек болдым. Жастайынан ақ Шури Брукқа ерекше көңіл бөлетін. Бірақ Брук болса, нағыз аңғал жан секілді оның сезімдерін мүлде аңғармайтын. Алдында қандай ару тұрғанын өзі де түсінбейтіндей еді. Тіпті ол сұлулығымен Нами мен Робиннің де талайына дес беретіндей. Болашақта менің де кеудем үлкенірек болса екен, деп еркелей күлімсіреді Шури. Қарасаңшы, неткен сүйкімді қыз. Әй, мұндай қылығың жарамайды, деді Брук оған. Дәл әкем сияқты сөйлейсің ғой. Эсперия патшалығы. Корольдік әскери керуен. Капитан Брук, 27 жаста. Шуридің еркелігінен кейін де Брук өз әдетінен жаңылмады. Ох, қандай көрікті ханым. Айтпақшы, іш киіміңізді көрсем бола ма? Дәл сол сәтте қызғаншақ Шури қылышын оған қарай сермеп, тоқтат мынаны, деп айқай салды. Ал Брук болса, сол кездің өзінде ақ бүкіл патшалыққа танылып үлгерген еді. Енді оқиға ары қарай біртіндеп жалғасады. Алдын ала дайын бола беріңіздер. Әлгі әзіл қалжыңнан кейін екеуі қатар отырып, ән шырқай бастайды. Сиырлар мен бақалар, құлдар мен патшалар. Олар өлгенде артында тек сүйектер ғана қалады. Брук осы жолдарды баяу әуелетеді. Бір қызығы, қатарынан екінші тараудың атауы да дәл осы әннің сөздерінен алынған. Әрине, бұл жай ғана сәйкестік емес сияқты. Гунка да оған қосылып, әннің ырғағымен бірге шырқайды. Екеуі өмірдің өткіншілігін баяндайтын осы мұңды да мәнді әнді бірге айтады. Ән әуені айналаны кернеп, екеуінің дауысы бір-бірімен үйлесе түседі. Хи-хи, деп ол да күліп, наздана сөйлейді. Брук, мен сенің әндеріңді қатты жақсы көремін, деп Шури ғашық тілмен үн қатты. Менің әндерім бе? Деп қыздың сөзін Брук бөліп жібереді. Әкем саған ұнайма? Шамасы, анамнан басқа ешкім саған ұнамайтын шығар, деп әдемі Гунка әзілдейді. Мына сұлу ханымды қараңызшы. Шынымен де керемет. Бірақ Брук оның әкесін неге сонша құрметтейтінін түсіндіре бастайды. Өйткені кезінде әкең маған орасан зор жақсылық жасаған. Егер мен оны жолықтырмағанда, қазір менен тек бір үйінді сүйік қана қалар еді, деп Брук өзіне тән әзілмен жауап береді. Алайда Брук туралы бәріміз не айтқысы келгенін түсінеміз. Бұл жағдайдың қаншалықты шебер байланыстырылғанына қараңызшы. Міне енді ең маңызды сәт басталады. Назар салыңыздар. Флешбек тағы да 10 жыл артқа шегініп, біз Бруктың балалық шағына куә боламыз. 11 жасар Брук қоршаудың ар жағынан ақсүйектердің өмірін қызыға бақылап тұр. Оның назарын әсіресе музыка мектебі тартады. Неткен керемет мектеп. Нағыз музыкалық аспаптар ғой. Қандай ғажап әуен. Музыка мектебінен естілген сазға таңдай қағып тұрған сәтте кенет бір дауыс естіледі. Әй, анау кім өзі? Күзетшілер оны байқап қалып, Брук жалма-жан қаша жөнелді. Мына лас сотқар тағы да сығалап жүр екен. Тез жоғал бұл жерден. Оқушыларды қорқытып жүрсің. Кешіріңіздер, деп айқайлады кішкентай Брук қашып бара жатып.
Ал ауыл адамдары болса оның соңынан жақтырмай сөйлеп жатты. Уф, қандай жағымсыз иіс. Неткен масқара бала. Жұрттың бәрі оны сыртынан жамандап кемсіте қарайтын. Енді біз Бруктың қалай өскенін көреміз. Мекені қоқыс үйіндісі. Неткен аянышты тағдыр. Бір күні бүкіл жұрт білетін әйгілі әнші боламын, деп әндетеді Брук. Әкем де, анам да, тіптінім де аштықтан тапқанын кеміріп жүр. Онда мен неге әлі тірімін? Бақа жесем де күшімді жоғалтпаймын. Бәріне кінәлі патша. Оны дереу ауыстыру керек. Осылайша Брук өз әнін шырқап отыр. Брук өз әнін айтып патшаға қарсы халықты көтеріп, оған оппозиция құруға тырысып жүреді. Сол сәтте Рувен келіп қалады. Неткен сұмдық ән бұл? Осы сөздердің авторы өзің бе? Ал қолыңдағы не нәрсе? Деп сұрады ол. Бұл скрипка ғой, деп қуана жауап берді кішкентай Брук. Оны өзім жасап шықтым. Бірнеше бөтелке мен сымнан құрастырдым. Дауысы қандай әдемі, солай емес пе? Жоқшылық көріп өскен бала үшін бұл да үлкен қуаныш еді. Қалай болғанда да, ештеңесіз жүргеннен әлдеқайда жақсы ғой. Осыдан кейін Брук Рувенге өзі жасаған аспабымен тағы да әуен тартып беріп, оның көңілін көтеруге тырысты. Тағы бір қызық деталь бар. Бруктың жейдесінде «Дай, өл» деген жазу тұр. Кейінгі оқиғаларды ескерсек, бұл жазуда автордың әдейі қалдырған астарлы ишарасы сияқты көрінеді. Әй, қария, мен сені бұрында осы маңнан көргемін. Саған менің музыкам ұнай ма? Иә. Бірақ мен қария емеспін ғой. Бар болғаны 21-демін, деді Рувен. Осылайша ол 11 жастағы Бруктан 10 жас үлкен болып шықты. Рас па? Бетіңе қарап ондай деп айтпас едім. Йо, хо. Сенің өмірде талай қиындық көргенің байқалады. Ал сенің күлкің бір түрлі екен, деп күлімсіреді Рувен. Онда мен сені аға деп атаймын. Сол күннен бастап екеуі жақын досқа айналды. Тыңдашы, аға. Достығымыздың құрметіне бүгін сені өзім қонақ қыламын. Бақалар мен шегірткеден жасалған тағамды ұсынғанда жаны таза, бірақ бейшара Брук одан бас тартып, өз асығын сүйсіне жей бастады. Оған бір құпия дәмдеуіш қосайық. Кари ұнтағы. Мен оны жақында ғана аралға анда-санда келіп тұратын теңізшілердің кемесінен ұрлап алғанмын, деп қуанды Брук. Білесіздер ғой, Кари Бруктың бала кезінен бергі ең сүйікті асы болатын. Міне, нағыз керемет деталь деген осы. Ал егер осы ұнтақты қоссақ, тағамның дәмі бірден Кариге айналады. Бірақ онда ол құпия ингредиент болмай қалады ғой, деп күліп қойды Брук. Рувен өзінің шыққан тегін жасырып, күнделікті өмірінде өзін қоршаған дүниелерді ой илегінен өткізіп отырды. Бүгінгі сорпа Иро түбегінің жағалауынан ауланған теңіз құлақшаларынан дайындалған. Оған қоса, ең таңдаулы А6 санатындағы сиыр еті қосылған, деп ойлады ол. Сол сәтте оның көзі Бруктың қарапайым көжесіне түсті. Ұлы мәртебелім, сізге бір адамды таныстыруға рұқсат етіңіз. Бұл ханым қаржылық шафран деп аталатын үйімен байланысты. Мен Инуа академиясын үздік тәмамдадым. Өз сыныбымда 1-ші орын алып бітірдім, деді ол мақтанышпен. Не болды, аға? Қуаныштан көзіңе жас алыпсың ғой, деп байқады Брук. Рувен кедей баланың алдына қойғанның бәрін тәбетімен жеп отырды. Бұл көрініс оның жүрегін ерекше толқытты. Аздап шаршадым. Бірақ қазір өте бақыттымын, деді Брук оның сұрағын толық естімей, әзер тіл қатып. Рувен бір ауыз сөз айтпастан бүкіл көжені тауысты. Бірақ оның түрі бұзылып кетті, тамақтың дәмді болғаны анық. Йо-хо-хо. О, жаратқан-ай. Бұл қарапайым тағамның дәмі соншалық ғажап еді, тіпті жанын тебірентіп жіберді. Ұнағанына қатты қуаныштымын, деді Брук жүзіне күлкі үйіріліп. Бұл тағамның дәмі соншалық керемет екен, жүректі толқытып жіберді. Ұнағанына қуаныштымын. Жарайды, аға, онда саған ән айтып берейін. Осыдан кейін Брук ақшадан бас тартып, маған ақша мүлде керек емес, дейді. Аники, біз қазір қиын кезеңді бірге бастан кешіп жатырмыз ғой. Бұл ауыр сынақ екеумізге ортақ сынақ. Брук шынымен де жүрегі таза, мейірімді бала еді. Ал мына кадрға қараңыздаршы, дәл осы жерде ол бала кезіндегі жас Тиштің айнымас көшірмесі секілді көрінеді. Біздің бұлай айтатын себебіміз, Құдайлар аңғарындағы оқиға туралы айтып тұрмыз. Тич пен Бруктың түрі бір-біріне қатты ұқсайды. Байланыс болуы мүмкін. Содан кейін мына сұмпайы Рувен, есіңізде болсын, жасы 21-де. Әлгі балаға арақ пен темекі әкеліп береді. Өзі болса ештеңе болмағандай жайбарақат балық аулап отыр. Мына жерге қараңыздаршы. Шынымды айтсам, One Piece'тің кейде қаншалықты қатал бола алатынына таңғаламын. Бар болғаны 11 жастағы бала ғой. Мұндай әрекетке тек қатаң сын айтуға болады. Әрине, Рувеннің өзі де Даданнан кем емес екен.
Қайта айтамын. Аш жалаңаш жүрген бейшараға бір үзім нан әкеліп берсе қайтеді. Ал мынауыңыз болса, балаға не беріп жүргенін қараңыздаршы. Флешбек сәл алға жылжиды. Күндердің күнінде Исперия патшалығының Чило портында теңіз күзетшілерінің қорғауындағы кеме аялдап тұрған еді. Музыкалық аспаптарды кемеге тиеңдер, абайлап жеткізіңдер, деп бұйрық берілді. Аспаптар кемеге мұқият тиеліп жатқан сәтте бір жерде қан тамшылап жатты. Мен ештеңе білмеймін. Бір түсінбеушілік болған шығар, деді қолына кісен салынған, соққыдан әбден қан жоса болған Брук. Өтірік айтпа. Сен сол контрабандашылардың сыбайлассың ғой. Айт, сендерге тасымалдауға тапсырылған ұнтақ қайда? Қай жерге жасырдың? Деп айқайлады қатыгез теңіз күзетшісі. Сен ғана білетін мәлімет үшін әлгі кемпірге қыруар ақша төледік. Қандай ұнтақ? Кари ұнтағы. Деп Брук түсінбей тұрғандай. Сиырлар мен бақалар. Патшалардың құлдары. Олар өлгенде артында тек сүйектері ғана қалады. Хо. Бірақ менің әнімде бір күні тоқтайды ғой. Қош бол, Аники. Осылайша кішкентай Брук өз тағдырына мойынсұнған еді. Қалай болғанда да ол біздің түрімізді көріп қойды. Одан құтылу керек. Содан кейін қалған топпен айналсамыз, деді жемқор теңіз күзетшілері. Адамдар өлгенде артында тек сүйектері ғана қалады. Брук соңғы рет жан даусымен айқайлап жіберді. Бірақ дәл сол сәтте біреу лап қоя кіріп келді. Брук, деп жан даусымен айқайлайды. Аға. Күткен ағасы дәл қасында пайда болды. Алайда оны әлгі сұм күзетшілер бірден танып қойды. Не? Ханзада. Сол кезде ғана Брук аға деп жүрген жанның осы уақытқа дейін Ханзада болғанын түсінді. Брук аң-таң болып. Ханзада. Шынында бұл жағдай туралы ол күтпеді. Шүкір, аман екенсің, Брук. Егер сені өлтіріп жіберсе, мен не істер едім? Деді ол алаңдаған үнмен. Мәртебелім, өтінемін, кері қайтыңыз. Қалғанын жауынгерлік күзет жасағы реттейді, деп ескертті Кыл. Тыныш. Мен оларды өз қолыммен жазалаймын. Бұл сұмдар менің ең жақын досыма қол көтеруге қалай батылы жетті. Мен оларға дәл сол азапты тартқызамын. Тоқтаңдар. Бұл Исперия патшалығының жауынгерлік жасағы ғой, деп таңғалды теңіз күзетінің сарбаздары. Сол сәтте Денден Муше арқылы хабар келді. Капитан, біз банданың бір мүшесін қолға түсірдік. Мурана. Сонда нағыз контрабандашы осы ма? Қандай контрабандашы? Сол сәтте теңіз күзетшілерінің басына шындық жетеді. Әй, мына бала жай ғана кари ұнтағын жақсы көретін қарапайым бала ғой. Ханзада, сезіміңізге ерік беріп, ақыл парасатыңызды тұмшалап алмаңыз. Теңіз әскері дүниежүзілік үкіметке бағынады, деп олар өздерін ақтауға тырысты. Егер дүниежүзілік үкімет осындай сұмпайларды қорғайтын болса, онда бұл әлемнің күні біткен екен, деді Руон ашуға булығып. Қандай қиын кезең болса да, мен сенің жаныңнан табылатын қылышыңдай серік боламын, деді Кенл. Ал мына жерде бір күмәнді жайт бар. Не Брук ағасындай көрген досының сүйіктісіне көз салған оңбаған болып шығады, не Кенл шынымен де астыртын жіберілген тыңшы. Дәл сол сияқты кезінде Гарлинг Шанкстың анасын алдап соққандай, қазір ол да болашақ патша Руонның алдында қамқор әрі мейірімді әйелдің рөлін ойнап жүрген болуы мүмкін. Қалай болғанда да уақыт бәрін көрсетеді. Біз теңіз әскерінің адамымыз ғой, деп капитан тағы да ақталмақ болды. Бірақ Руонның ашуы әбден қайнап тұрған еді. Ол Кенмен бірге еш ойланбастан шайқасқа аттанды. Неткен керемет семсерші, деп Брук сол кездің өзінде ақ патшайым Кенделге тәнті болды. Естідіңдер ме? Иә. Кендел ханым тағы да елді құтқарып, езілген халықтың қорғаны болды, деп жергілікті тұрғындар қуана шуласты. Исперия патшалығының сарайы. Ояндың ба, Брук? Деп сұрады ағасы. Сол сәтте әлгі сұлу қыз, жын шайтанның көзіндей өткір жанарымен олардың алдына келді. Мен саған ренжіп тұрған жоқпын, Ханзада Рувен. Тек өз мәртебеңмен орныңды ұмытпағаныңды қалаймын, деп ол бейшара Ханзаданы сабырға шақырды. Түсіндім. Сосын Рувен Брукқа бұрылды. Қалайсың, Брук? Сонда сен аға Ханзадасың ба? Деп таңғала сұрады Брук. Иә. Осы үшін кешірім сұраймын. Сені алдағым келген жоқ. Бірақ сенімен өткізген уақыт мен үшін өте қымбат әрі көңілді болды, деді Рувен күлімсіреп. Сол кезде сөзге Исперия патшалығының корольдік әскери жасағының капитаны Кенл араласты. Кари ұнтағын ұрлағаның туралы ешкімге айтпа. Әр жолы сіз сарайдан шығып кеткенде, Рувен мырза, жүрегіміз аузымызға тығылатын. Қорқыныштан қанымыз қатып қала жаздайтын, деді ол ауыр күрсініп. Қулығына құрық бойламайтын Кендел Бруктың мұрнынан жеңіл ғана түртіп өтті.
осындай керемет дос тауып, онымен уақыт өткізіп жүрсің деп кім ойлаған? Деді ол күлімсіреп. Сол сәттен бастап Бруктың жүрегі Кенделге бір жола байланып, оған деген сезімі бұрынғыдан да күшейе түсті. Кешір, жараларың әлі толық жазылмағанын білмеппін. Жарайды, оны жайына қалдырыңдар. Рувен Брукты арашалап қалды. Оның үстіне бұл жігіт менің ең сүйікті музыкантым. Оған жеке бөлме беріңдер. Талантын лайықты көрсететін нағыз музыкалық аспаптармен қамтамасыз етіңдер. Дереу музыкалық мектепке жіберіңдер. Рувеннің аяқ астынан осыншалықты қамқорлық танытуына жұрттың өзі аң-таң болды. Бірақ ол Бруктың ерекше дарынын бірден байқап, оған барынша жағдай жасауды бұйырды. Жұлдызым, деп қуанды Роуан. Мен бұл баланы қатты жақсы көремін. Бүгіннен бастап оның сарайдағы өмірі қуанышқа, күлкіге және музыкаға толы болады. Деп болашақ патша шабыттана сөйледі. Сыртқы дауыс. Бұл мейірімділік ешқашан ұмытылмайды. Бұл қай тарау өзі. Сенер емеспін. Міне, нағыз One Piece рухы деген осы. Кейіпкерлерді осылай ашу керек. Қандай қиындық болса да, жүрегінде мейірім мен арманын сақтап қалатын адамдар ода шығармасының ең үлкен күші. 1184 тарау. Достар, осымен аяқталды. Бұл жолы толық бетті Бруктың өмірі жайлы баяндады. Келесі аптада кездескенше лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Қазақ тіліне аударған Елдос.